өзім жайлы айтпас бұрын әріден, жаратқанға ризалықпен бас ием, жүргегімнен ән тыңдатып анамнан, ғибратты үлес қылған әкемнен. Әкем мені жиертетін жанына, куә қылып даладағы таңына, егін жайға ертіп шыққан кезінде бөлеуші еді әкеліп шуағына. Сол далада қыран ұшып биікте, тың төсінде жүйткуші еді киіктер, түн жамыла қайтқан кезде ауылға, жолдың үстін қосаяқта көріктер. Маған бәрі қызық еді далада, дуадақта қалыпты ғой санада, әкем маған жасап берген қобызбен дала үнін тартайыншы балама. 6 жаста қолға алғанда домбыра, келіншектен басталғанды мол мұра, жас ұрпаққа арнап келем ән күйді, шалқар шабыт айдынына малдыра. Сақ сазымен бастап күйдің ағынын, жеңіс күймен жігер күшті жаныдым, ақ көл күйдің аққуларын ұшырып, шапағатпен тәңірімді таныдым. Өнегесін қозғап күймен абайдың, махаббатқа бөленген күй шығардым. Қобыланды, ертілеулі, ниязби, абылайлар туралы да толғандым. Құрманғазы аңызымен ай бойы, өтіпті ау күй жайлауда саз ойым. Алатауын 6 жаста ұнатып, күй керуенде өткен екен сан тойым. Қуандырған әсем гүлдей өрімді, балаларға ән күйлерім өрілді. Ана тілім, бәйтерекке барайық, көңілімнің айнасындай көрінді. Асылдарым ата-анаға арналды, тура жолға бағыштаған арманды, әнді өлеңмен, күйді оймен әрлеткен, мен қалайша жырламайын Алламды.